Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып қоқыс тастама, не бросай мусор. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Түтін, дым, көлеңке, тень, тастап кету, оставить. Менімен бірге оқы. Прочитай вместе со мной. Көлеңке, түтін, тастап кету. Бірінші тапсырма суретке қара, берілген мәліметті қолданып, әңгіме құрап айт. Посмотри на картинку и прочитай информацию. Используя информацию, составь рассказ. Саябақтың ауасы керемет. Я, қаланың шуы мен түтіні бәрімізді шаршатады. Бүгін мұнда адам аз. Кейбір күндері адам өте көп болады. Воздух в парке прекрасный. Да, устали от городской суеты и дыма. Сегодня здесь людей мало. Иногда бывает очень много. Я, балақай, әлдене болды ма? Өтінемін, қоқысты тастамаңызшы. Кешіріңдер, балалар, ұмытып кетіппін. Да, ребята, что-то случилось? Пожалуйста, не оставляйте мусор. Извините, ребята, я забыл. Бірінші суретте Әлбек және оның достары саябаққа демалуға келді. Олар қаланың шуынан шаршаған, таза ауада керемет сергіп қайтты. Екінші суретте Жалқаубек орындықта өзінің қоқысын тастап кетті. Балақайлар оны көріп, оған қоқысты өзімен бірге алып кетуін өтінді. Екінші тапсырма сөйлемдерді оқы, қарамен жазылған сөздер қандай мағынаны береді? Сөздердің арасында мағыналық жақындық бар ма? Бірінші, неге сұрадың, бірдеңе болып қалды ма? Почему ты спросил, что-то случилось? Я, әрбір адам өзінен бастау керек қой. Да, каждый человек должен начинать с себя. Сонда айнала таза болады. Тогда вокруг все будет чисто. Орнымызды әлде қашан жинадық. Мы свое место давно прибрали. Кейбір күндері саябақта кісі көп болады. В некоторые дни, иногда, в парке много людей. Кімде-кім қоқыс қалдырса, айыппұл саламыз. Если кто-нибудь оставит мусор, мы штрафуем. Я, балақай, әлдене болды ма? Да, ребята, что-то случилось? Теперь, ребята, обратите внимание на слова, выделенные жирным шрифтом. Бірдеңе, что-то, әрбір, каждый, әлде қашан, давно, кейбір, иногда, кімде-кім, кто-нибудь, әлдене, что-то. Есте сақтайық, белгісіздік мағынаны білдіретін сөздер. Жаңағы сөздердің барлығы белгісіздік мағынаны білдіреді. Давайте теперь разберем, какие слова пишутся вместе, а какие раздельно. Бірге жазылатын жағдай вместе. Әрқашан, в переводе всегда, әрбір, әркім. Бөлек жазылатын жағдай. Әр адам, әр күн сайын, әр үй. Үшінші тапсырма сөз тіркесін құрап оқы, сөйлем құра. Составь словосочетание. Кейбір оқушы, кейбір адам, кейбір күндері, кейбір уақытта и так далее. Вы должны прочитать все словосочетания. Төртінші тапсырма сөйлемдерді толықтыр, кейбір сөздерді қайталап қолдан. Дополни предложение. Судан бірдеңе көрдім. Алыста біреу келе жатыр. Әрқашан адам тазалықты өзінен бастау керек. Кейбір адамдар қоқысты есік алдына, көшеге тастап кетеді. Бірнеше адам қоқысты жинадық. Егер кім қоқыс тастап кетсе, айыппұл саламыз. Бірнеше рет айтпаймыз. Табиғатты қорғауға біз әрқашан дайынбыз. Табиғат ортақ үйіміз. Мұны кейбір адам түсінеді. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий урок. И поставь лайк, мне будет очень приятно. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.